Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Динара. Бүгін сіздермен кабачкидан оладьи жасап үйренетін боламыз. Дәмі өте керемет болып шықты. Рецепт ұнап жатса міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруға ұмытпаңыздар достар. Ал достар, бізге бір кабачок керек болады. Осындай терканың үлкен жағымен барлығын өткізіп алатын боламыз. Мінекей достар, біздің кабачогымыз дайын. Терканың үлкен жағымен өткізіп алдық. Кабачкиіміз дайын. Енді ыдысқа салып, үстіне бір жұмыртқамызды жарып, дәміне қарай бұрышын, тұзын саламыз. Ендігі кезекте ұнымызды саламыз. Ұнымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Қызып тұрған сковородкамызға майымызды сеуіп аламыз да. Оладьиларымызды құйып, екі жағы қызарғанша қуырып алатын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай табамызға салып алдық. Енді қызарғанша қуыратын боламыз. Мінекей біздің оладьиларымыз дайын. Екі жағы да қызарып пісті. Рецепт өте оңай. Жасап көріңіздер. Мінекей достар, біздің кабачкиден жасалған оладьимыз дайын. Дәмі өте керемет болып шықты. Рецепт өте оңай. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруға ұмытпаңыздар достар.